Сәлеметсіз бе достар? Бұл ескерткіш неге және кімге арналып қойылды? Қалай ойлайсыздар, бұл жерде қандай оқиғалар орын алуы мүмкін? Өте дұрыс. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы неліктен ордабасы ел бірлігінің нышаны болды. Ордабасы оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындағы таулы өңір. Бұл жерде тарихта Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен қалған жоңғар шапқыншылығына қарсы құрылтай өтті. Қазақтың 300-нің басы Бадам өзені бойындағы Ордабасы тауында түйісті. Әбілхайыр, Әбілмәмбет, Сәмеке, Жолбарыс хандары мен Төле, Қазбек би бастаған әр рудың би шешендері мен батырлары бас қосқан жиында жоңғарға қарсы жорықпен қатар қазақ әскерінің қолбасшысын сайлау мәселесі де тұрды. Тығырықтан шығатын жол қайсы, ел ағалары? Әлде сол құлдық қамыты осы кигеніміз киген бе? Босқа қырылғанша халденмен бітімге келу керек. Қайда құлдық қамыты? Қылыша мойным талша деп, иілген басты қылыш кесе қоймас. Жұртымыз аз болғанмен жеріміз көп. Ығысып ойратқа да орын берейік. Ей, мынау не дейді? Өлгеніміз бар. Қайдағы? Ежелгі дұшпан ел болмас. Етегін кесіп жең болмас. Бүгін туған топырағын сатсаң, ертең қойныңдағы қатын бала шағаңды сауға саласың ба? Басын бәйгеге тігіп, суырылып шығар кімің бар? Жоқ ба кім? Кім? Оны да ойлаңдар. Ертең осы күнімізге зар боп қалмайық. Қазақтың туын жыққан жоңғар емес. Мына сендерсіңдер. Жамағат, Атуаға келейік. ту көтерерің жоқ деп түңілме. Тек ұлы мұрат жолында бір жұдырық боп жұмылсақ. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Ағалмасымай сенен күткенім осы еді. Бүгіннен бастап қазақ қолының бас сардары Әбілхайыр Мұхаммед Қазы Баһадур болсын. Әбілхайырды қолдаймыз. Оң қолы Қанжығалы Бөгенбай болсын. Ал би, бата беріңіз. Амин. Алашқа Алла жар болсын, ауыз біршілігіміз жарассын. Ағайын, атқа қонар күн туды. Аттан! Бір тұтас қазақ әскері құрылып, бас қолбасшы сайланды. Батырлығы, әдіс айласы, соғыс тәсіліне жетіктігімен танылған кіші жүз ханы Әбілхайыр 300-дің біріккен қазақ жасағына бас қолбасшы болды. Осылай Әбілхайыр ханды бас қолбасшы қылып, тізе біріктірген 300 1727 жылғы тарихта қалмақ қырылған деген атпен қалған боланды, және де 1729-30 жылдардағы аңырақай шайқастарында жеңіске жетті. Осылайша берекелі ауыздан шыққан берік байламның арқасында қазақ халқы жеңіске жетті, жоңғардан ел азат етілді. Ал сол құрылтайдан кейін қазақ арасында Күлтөбенің басында күнде жиын деген сөз қалды.